Сайлауға қатысқым келеді деп өзінің кандидаттарын бірнеше адамдар ұсынды. Жан-жақта барлығы айтып отыр сол туралы. Бірақ осы криптовалютаға байланысты, инвестицияға байланысты алаяқтарда жақсы жұмыс істейді. Сайлауға қатысқым келеді деп өзінің кандидаттарын бірнеше адамдар ұсынды. Партиялардан шыққан адамдар. Қаншалықты олар енді шын екен, өтірік екен, болашақ шешер. Бірақ осы кандидаттар президентке, олар қандай болу керек, қандай критерийлерге сай болу керек екенін біраз шолып өткім келеді. Қазақстан Республикасының сайлау туралы заңы бар. Осы сайлау туралы заңының 55-ші бабына сәйкес фильтр, яғни кім президент болады, соларға арналған фильтрлар бар. Сол фильтр туралы айтып өтейік. Біріншіден, ол президент 40 жастан кіші емес болу керек, яғни 40 және одан жоғары. Қазақстан Республикасының азаматы болу керек, әрине. Мемлекеттік тілді еркін меңгеруі тиіс. Содан кейін соңғы 15 жыл Қазақстанда тұрақты тұру керек. Соңғы 15 жыл. Әрине соттылығы болмау керек, жоғарғы білімі болу керек. Одан кейін мемлекеттік қызметте кемінде 5 жыл жұмыс істеу керек. Яғни бұл не деген сөз? Бұл Қазақстан Республикасының президенті бола алады кім? Мемлекеттік қызметте жұмыс істеген. Осы біздің мемлекеттің, аппараттың политикасын түсінетін, мемлекеттік қызметте кемінде 5 жыл жұмыс істеген адам ғана не болады? Кандидат болады президентке. Келісесіз бе? Өте сондай бір жан-жағынан бір рамка қойып қойған, е? Ал келесіне өтейік. Сайлау қай мерзімде өткізілуі керек? Осы 22-ші жылы 20-шы қараша күні сайлау өткізіледі. Яғни 2 айға қалды. 2 айдан кейін сайлау жүргізіледі. Сайлауға егер қатысқыңыз келіп, осы сайлаудың әділ өтуіне өз үлесіңізді қосқыңыз келсе, сіз бақылаушы ретінде қатыса аласыз. Ал бақылаушы болу үшін не істеу керек? Ол үшін партиялардан, қоғамдық ұйымдарға барып, өзіңіздің аты жөніңізді беріп, олардан кішкене ғана мынандай қағаз аласыз. Рұқсаттама. Сол рұқсаттама бойынша сайлау болған кезде сіз қатысып, бақылаушы ретінде қарап отыра аласыз. Яғни әділді өтуіне байланысты. Яғни бақылаушы болу қиын емес қазіргі таңда. Бірақ бұл бақылаудың өзін мемлекет шектеп қоймақшы. Қалай дейсіз ғой? Сайлау туралы заңына өзгерістер енгізіп жатыр, парламентте қарастырып жатыр. Яғни бақылаушылар болашақта аккредитациядан өту керек болады. Бұл не деген сөз? Бақылаушылардың өзі де мемлекеттің айтқанынан шықпайтын аккредиттелінген адамдар болуы мүмкін деген сөз. Яғни белгілі бір ценстен, рамкадан шыға алмайтын бақылаушылар болады деген сөз. Түсіндіңіз ғой? Яғни енді ары қарай өзіңіз ойланып көріңіз, зерттеп көріңіз, мен айтқаныма байланысты. Президент қанша жылға сайланады? Бәріміз білеміз, маусым айында референдум өтті. Референдумда 5 жыл деп мерзімі бекітілген еді. Барлығымыз дауыс бергенбіз. Көбісі. Енді 20 қыркүйек 2002 жылы сол конституцияға тағы да өзгерістер енгізіліп, енді президент 7 жылға тағайындалатын болып шешілді. Яғни 1 жылда 2 рет конституцияға өзгерістер енгізілді. Енді президент 7 жылға тағайындалатын болды. Тағы бір айтатын жайт, сайлау үгіт-насихат қай уақыттан бастап жүрілуі тиіс. Қазір үгіт-насихат жүрілмеуі керек. Партиялардың барлығы өздерінің кандидаттарын тіркегеннен кейін 22 қыркүйекте номер 65-538 қаулысы бар, сөре жазылған. 2022 жыл 21 қазаннан бастап 19 қарашаға дейін жаңағы сайлау жүргізілуі керек тұрады. Яғни 20
қанша 28 күн жүреді екен. 28 күннің ішінде агитация жүргізіледі. Одан кейін агитация тоқталуы керек. Ары қарай президенттің тағайындау күні болады. Осындай заңи шолу жасап шықтым жалпы президенттің сайлануына байланысты. Бұған баға беру, сайлауға қатысу, қатыспау, бақылаушы болып қатысу, ол сіздің құқығыңыз. Барлығыңызға аян, қазіргі таңда криптовалюта, инвестиция деген жан-жақта барлығы айтып жатыр сол туралы. Бірақ осы криптовалютаға байланысты, инвестицияға байланысты алаяқтарда жақсы жұмыс істейді. Яғни сізге айтады, қазір ақша құйсаң, қомақты ақша құйсаң, сен қомақты жаңағындай өзіңнің пайыздарыңды көресің. Криптовалютаға ақша салатын болсаң, болмаса инвестиция арқылы бағалы қағаздар ақша салатын болсаң деп. Өйстіп, ақшаларын айырылып қалған азаматтар өте көп. Олар не істейді? Өз құқықтарын қалай қорғаса болады? Сол туралы айтып өтпекшімін. Яғни сіз онда алаяққа жем болсаңыз, бірінші кезекте әрине сіз арыз жазуыңыз керек құқық қорғау органдарына, алаяққа тап болғаныңыз туралы және сізді қалай алдаған туралы. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 190 бабына сәйкес ол кісілерге байланысты қылмыстық іс қозғалу керек. Қылмыстық іс қозғалып, егер шетелде болса, шетелге сұраныс жіберілу керек осы азаматтарға байланысты. Бірақ қылмыстық іспен ғана шектелмей, сізден тағы да бірнеше жұмыстар керек. Қандай жұмыстар? Бірінші кезекте брокермен жұмыс істейтін болсаңыз, ол брокердің сізбен договорға отырған шығар. Сол договорды күшін жою туралы арыз жазуыңыз керек. Одан кейін сіз ақша салдыңыз ғой. Салған кезде қай банк арқылы салдыңыз? Өзіңіз қай банк арқылы салдыңыз? Сол банкке арыз жазасыз. Осы транзакцияны заңсыз деп тану және осы транзакция бойынша выписка көшірмесін беру туралы. Одан кейін мына брокерлардың үстінен қарайтын надзорный органдар бар. Сол надзорный органдарға сіз арыз жазуыңыз керек. Брокерлардың үстінен қарайтын. Осындай брокер, өтірік брокер мен алдап кетті, соған байланысты маған көмектесіп, осы кісіге бір жауапкершілік қолдану туралы. Одан кейін осы брокерға байланысты омбудсмендер болады. Сол омбудсмендерге арыз жазуыңыз керек. Одан кейін мына сіз ақша аудардыңыз ғой. Ақша аударған кезде жаңа алаяқтың шоты болады. Сол шот қай банкке тиесілі? Сол банкке арыз жазуыңыз керек. Осы шот бойынша бүткіл операцияларды заңсыз деп тану сізге қатысты және бұғаттау туралы. Сөйтіп, сіз нақты сізді кім алдады, соны анықтайсыздар. Және шоттарына арест қоюға мүмкіндігін аласыздар. Яғни қылмыстық іс қозғау, арыз жазу қылмыстық іс қозғау туралы және мен айтып отырген бірнеше қандай арыздардың барлығын сіздер осылай өткізулеріңіз керек. Сонда мүмкін бір әділдікке жетерсіздер деген ойдамын. Мен болған заңгер Шыныбаев Марғұлан. Менің каналыма тіркеліңіздер, тіркелмеген азаматтар болса және лайк, комментарий баса отырыңыздар.